5 баласы болса да 53 жаста кімдер шыға алады және кімдер шыға алмайды? Тақырып қызықтырса, арнаға жазылып қолдап қойыңыздар. Қайырлы күн баршаңызға. Ер адамдар 53 жаста, ал әйел адамдар 61 жаста 2027 жылға дейін бекітілді. 5 баласы барлар 53 жаста шыға алатын болады. Зейнетақының 3 түрі бар. Базалық зейнетақы, жасына байланысты зейнетақы, жинақтық зейнетақы болып, алдыңғы тақырыпта да айтып өткенмін. Қарап шықсаңыздар болады. Зейнетке 53 жаста шығар кезде осы жасына байланысты алатын болады. Базалық және жинақтық зейнетақы 61 жасқа толғанда алынады. Осы жасына байланысты зейнетақы қалай есептейміз? 1998 жылға дейін стажы мен 36 айда табыс есептеледі. 5 баласы бар, 50 жасқа толған кезде пенсия ала алмайтын, пенсияға шыға алмайтын жағдайлар айтамын. Бірінші жағдай, егер сізде 1998 жылға дейін стаж жоқ болса, сіз 53 жаста толғанда жасына байланысты пенсия ала алмайсыз, тек 61 жаста ала аласыз. Ал базалық жинағыңызда ақша болса, жинақтық зейнетақы алатын боласыздар. Екінші жағдай, егер 53 жаста пенсияға шығар кезде 5-ші балаңыз 8 жасқа толмаған болса да, шыға алмайсыз. Онда сіз 61 жаста шығатын боласыз. Осы екі жағдайда сіз 5 балаңыз болса да 53 жаста шыға алмайсыз. Стажға не есептелінеді? Стажға бірінші баланың туу туралы куәлігі, екінші диплом, үшінші жұмыс істеген жылдар. Бұл әйел кісілерге. Ал ер адамдарға военный билет, диплом және жұмыс істеген жылдар есептелінетін болады. Ақпарат пайдалы болса, арнаға жазылып, лайк басып қолдап қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.